Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы файлдар мен бумалар. Бүгінгі сабақта үйренеміз файл, бума, таңбаша ұғымын, файлды сақтауды, бума құруды. Бүгінгі сабақтың сөздіктерін дәптерімізге жазып алайық. Балалар, программа ұғымымен алдыңғы тақырыптан таныспыз. Стандартты программалардың ішінде мәтіндік редакторлердің бірі блокнот деп аталынады. Блокнот бағдарламасында біз телефон номерін, мекен-жайды және тағы да басқа ақпараттарды сақтай аламыз. Блокнот бағдарламасын іске қосу үшін бас мәзірді тінтуір көмегімен бір рет шертеміз. Барлық бағдарламалар бөліміне барамыз. Стандартные бумасын таңдаймыз. Блокнот бағдарламасын бір рет шертеміз. Блокнотта берілген ақпараттарды сақтау үшін файлға барамыз. Сақтау батырмасын басамыз. Балалар, ақпаратты компьютерге сақтайтын атауы бар құжатты файл деп атаймыз. Файл орналасуы керек жерді белгілеп аламыз және файл атауын жазамыз. Бірінші файл. Бұл жердегі бір ол файлдың атауы, ал txt ол файлдың типін білдіреді. Яғни txt дегеніміз мәтін типтерін білдіреді. Яғни сақталатын файлымыз екі бөліктен тұрады. Тақырып аты және типі. Сақтаған файлымыз экранда пайда болды. Басқа да бумаларды белгілі бір реттілікпен сақтайтын орынды бума деп атаймыз. Бума құру үшін тінтуірдің оң жағын басамыз. Создать батырмасына барамыз және бума сөзін таңдаймыз. Папкамыз пайда болды. Атын жазамыз. 3-ші сынып. Буманың ішінде файлдарды немесе басқа да бумаларды белгілі бір реттілікпен орналастыруға болады. Сондықтан біздің файлымызды буманың ішіне көшірсек болады. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, көшіру батырмасын басамыз. Буманы ашамыз және қою батырмасын қоямыз. Егер де буманың төменгі жағында көк стрелка көрсетілетін болса, бұл буманы таңбаша деп атаймыз. Бұл таңбаша арқылы программаларды іске қосуға және файлдарға сілтеме көрсетуге болады. Бірақ бұл файлды жойсақ та компьютер жадынан өшірілмейді. Тапсырма. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Файл дегеніміз не? Файл атауы неше бөліктен тұрады? Бума деген не? Папка құру алгоритмін жаз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.